Кеш ұйықтау ми үшін нақты қауіп. Мидың тазарту жүйесі тек ұйқы кезінде жұмыс істейді. Ғалымдар глимфатикалық жүйе деп аталатын процесті анықтаған. Бұл жүйе тек терең ұйқыда ми жасушаларынан қалдықтарды, улы ақуыздарды тазартады. Кеш ұйықтап, аз ұйықтағанда бұл жүйе дұрыс жұмыс істемейді. Сондықтан бейтарап токсиндер миға жиналып, ес пен зейін әлсірейді. Түнгі ұйқының уақыты кешіксе, биологиялық сағат бұзылады. Адам денесі циркадтық ырғақпен жұмыс істейді. Бұл ырғақ түнгі 10 мен түнгі 2 аралығында ми мен гормон жүйесін қалпына келтіреді. Сол терезені өткізіп алсаңыз, есте сақтау, эмоцияны реттеу, ойлау қабілеті әлсірей бастайды. Ғылыми зерттеулер не дейді? Оксфорд, Гарвард университеттерінің зерттеулері. Кеш ұйықтайтын адамдарда альцгеймер және депрессия қаупі 30-40% жоғары. Күнделікті кеш ұйықтайтын студенттердің IQ, жаттап алу, логикалық ойлау қабілеттері төмен болған. Ұйқы жетпеген ми, қартайған ми. Мидың синапстары, жасушалар арасындағы байланыс терең ұйқыда ғана жаңарады. Кеш ұйықтап, аз ұйықтайтын адамның миы ақпаратты қабылдауға әлсіз, стреске төзімсіз, эмоциялық күйзелістерге бейім. Не істеу керек? Ұйқыға түнгі 10-11-ге дейін жатыңыз. Ұйқы алдында телефон, экран қолданбаңыз. Кешке кофе, көк шай ішпеңіз. Бөлмені желдетіп, жарықты сөндіріп ұйықтаңыз.